Қарлаш. Осы компанияға апрель айының аяғында келдім, ораза кезінде. Мені шақырған құдағи, ажаргүл. Келгенде мен денсаулыққа келдім ең бірінші. Мен 2003 жылы аварияға түсіп, қатты авария болып, сол авариядан кейін эпилепсия деген диагноз қойған. Ұйқысыздық болған менде, ұйқысыздық, басым ауыратын. Сол постоянно такая слабость, постоянно сол дәрі ішетін эпилепсияның. Ол мен басында бастағаным чудо-трава алдым, паразитарный и сердечный. Сол ұйықтамағанның арқасында басым ауыратын постоянно. И былтырғы ковидпен бүкіл ел ауырды ғой, содан кейін жөтел кетпейтін. Жөтел кетпейтін, сол бір күні ұйқым тынышталды, ұйқым нетті. Жолдасым айтады, сен ұйықтамайын дейсің, қашан көрсем, ұйықтайсыңдар, жатасың деп. Содан кейін өзімді стала изучать. Правильно, бір ұйқым дұрысталып, басым ауырғаны кетіп, сосын өз айтам, ой, бүгін что-то нормально, короче, сосын кашель прошел у меня. Вот аузым жабылмайтын, өзім медработникпін, поликлиника істеймін. Еренген да тапсырдым, и макро да тапсырдым, думаю, туберкулез ба, немене деп қорқасың ғой. Сол. И содан дәрілер көп ішкеннен, уже дзем, сол аяғын бастырмайтын. Қазір нормально, бабушка айтқан сияқты шапқылап жүрміз. Аллаға шүкір,